Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы ғарышқа жол. Өткен шақ. Сабағымыздың мақсаты: стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап, түзету. Жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Барлығымыз оқушылар, оқулығымызды ашып, 12-ші жаттығуға назар аударайық. Ең алдымен тақырыпқа көшпес бұрын ғарышқа жол қай жылы болғанын анықтап алайық. Мәтінді қатесіз оқу. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Барлығымыз оқып болғаннан кейін оқушылар, ғарышқа жол қай жылы ашылды екен? Сұраққа жауап беруге дайындал. Тоқталып өтейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткен шақ. Т жұрнақтары арқылы жасалады. Тоқталып өтейік. Өткен шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болған және аяқталған іс-қимылды білдіреді. Мысалы, мен жаздым, ол жазыпты. Уақыттан бұрын болған және аяқталған іс-қимылды білдіреді. Мысалы, мен жаздым, ол жазыпты. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Оқыды, келіпті, ағытты. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Әрмен қарай оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты жаттығулар орындайық. Дәптермен жұмыс. 13-ші жаттығу. Сөздерді тиісті жіктік жалғауымен сәйкестендіріп жаз. Мысалға, мен биледім. Сен биледің. Әрмен қарай оқушылар, осылай әркім жеке өзіміз толықтырып жазамыз. 14-ші жаттығу. Берілген етістіктерді өткен шақта қойып, сөйлем құрап жаз. Оқы, қатыс, біл. Дескриптор. Етістіктерді өткен шақта қояды. Сөздермен сөйлем құрап жазады. Әрмен қарай 15-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Аз уақыттың ішінде олар сарапшылар тарапынан жоғары баға алды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсаң азамат. Оқушылар, осы жердегі қатені кім байқады? Әрине, бұл жердегі қате Тоқтар. Тоқтар деген сөз қандай әріппен жазылу керек? Бас әріппен жазылуы тиіс. Дәптерімізге қатесіз көшіріп жазамыз. Дескриптор. Берілген мәтіннен қатені табады. Мәтінді көшіру барысында каллиграфиялық нормаларды сақтап жазады. Етістіктерді тауып, қай шақ екенін айтады.
Жақсы, олай болса оқушылар, бүгінгі тақырыпты қаншалықты түсінгенімізді анықтайық. Бірінші бағандағы сөздер: таныды, үйренді, тыңдады, шақырды. Екінші бағандағы сөздер: танысып жатыр, үйреніп жүр, тыңдап отыр, шақырып тұр. Бұл берілген сөздерден қандай қорытынды шығардың? Әрине оқушылар, бірінші бағандағы сөздер бұрын болған, ал екінші бағандағы сөздер қазіргі іс-әрекетті білдіріп тұр. Жарайсыңдар оқушылар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.